Аға, болдыңыз ба? Мен. Ешкіммен жөндеп деймін. Жоқ. Қанша рет айтам, қоқысты раковинаға тастама. Тастамаңдар дедім ғой. Қанша рет айтам, тастама деп, тастама! Сұрақ тұрма, қанша рет айтайын? Сұрақ болды ма? Ендеше 3 рет айтсаңыз жеткілікті? Мынаны қараш, шаш жүр, кірпік, тырнақ, кір. Немене бәлем мына жерде адам өлтіргенсіңдер ма? Жалғас! Стоп! Не болды? Сен сөмкі кезде темекі шекпей қойсаң болмай ма? Ой, өшет сөзіңді ұмытқап, мен темекімнен көре салмай. Ағатай, Анел дұрыс айтады. Ертең темекіңізді қоймасаңыз ұрпақсыз қаласыз ғой. Өзіңізді ойламасаңыз да бір жеріңізді ойласаңызшы. Бір түрлі нәрсе ойландырып баратсың ғой. Жалғас, темекісің қойсам мұрныңды кесіп берейін. Ой, неғым осы бәрін мұрын кескішсіңдер? Мен бірде бір адам көрмеппін, көшеде мұрынсыз кетіп баратқан. Давай бетек. Темекін қойсам не істейсің? Темекіңді қойсаң, телефон ұстамайын, инстаграмға кірмейін, вообще ешкімге жазбайын, сөйлеспейін да. Менде жақсы көгершін бар, хатты тез апарады. Келістік. Жындыр махаббаттан тұрсам оны түсіреміз. Күте тұр. Айсы қоймасаң ше? Қоймасам шеуіп жүре беремді, не сұрау ол? Дұрыстап келісіп алу керек еді онда. Тұрси, маған сенің көмегің керек. Өкіңді іздеп жүрсең, мен оны лақтырып жібергем. Айттым саған үйге киіп жүрмеші деп. Қасыма жолап кетсең, бетімді қышты. Жоқ, оны әкеп алғам. Маған қарашы, жақсы боянған ба? Маха, не болған саған? Мен косметикамен бетпен қойғансың ба? Бүгін бір жігітпен кездесетін едім. Оған сен сияқты қыздар ұнайтын сияқты. Вкусы жақсы жігіт екен. Ауыл кім? Айт енді, мен танимын ба? Сен жақсы танисың оны? Қайрат Нұртас. Жоға, тек қана сол кісіні танисың ба? Енді кім? Сен бұрынғы жігітің Самат. Немеге жүрсің онымен? Ол жаман жігіт, жүрме онымен. Жоқ, Тұрси, қызғансаң қызғанам деп айт. Немеге қызғанам мен оны? Мен саған жақсы болсын деп айтып жатырмын. Ол саған тұрмайды, Маха. Өзің боянып алам. Өзің дұрыс жүре алмағансың, қазақтың тепсе темір үзетін жігітің қорғыл. Немеге темір өзгізіп жүр оған? Тастағанның тағдыры қиын екен, махаббаттың әнімен қиып өтем. Өзің барда күліп жүрем, жымиямын. Сен болмасаң өмірімде қиналамын. О, тастадың мені, Айка, топассың ба, несің? Не мыңқылдап тұрсың? Жағастысын орып тұр, ақылтысын шығып келе жатыр. Жолдар! Қорқам, өсе берсіш, ақылтысын өсе кішкене ақыл беретін шығар. Бір тірлік істен десең іштесіңдер ғой. Тұрш, не істеп отырсың? Немене кетіп ашыланып жүрсіз? Ана Анелмен темек қойдыңды келісіп қойды. Пиздес нерв істеді. Білдіртпей шегі басаңызшы. Чо сендер мені естіп тұр деп ойламайсыңдар ма? Тем более наушникпен. Жынсың ба, шайтансың ба, қаяқтан шықтың? Уәдеңде тұра алмасаң, тұра алмайын деп айтсайшы, Жалғас, өтірік темекіңді тығып шеге бермей. Зайбал! Кешіріңіздер, маған келе жатсыздар ма? Саған келдік, неменеге боқтайсың, Ренжімеңдерші, темек қойып жүрем, нерв істеді, боқтап қойдым. Бар қош, екінші рет боқтасаң тура, алдағы тырнағыңның астына енені тығып, 40 градус аязда сенің үстіңе су қоям. Ұқтың ба, Немене пәлек кезінде пленде болғансың ба? Мен просто военный киноларды жақсы көрем. Содан көріп алғам. Саған шынымен де айтып тұрмын, бауырым. Темекіңді таста, айтпесе проектілерің реально түтін болып кетті. В общем, давайте кеттік, кетші. Сөз ұқпайды. Жаным, жарайды. Ердің бір айтылған екі кетілмейді ғой. Сенің бір өз сөзің мен үшін қып-қызыл документ қой. Жарайды, жаным.
Еремін болса кездесерміз. Жоқ, сіз бірінші қойыңыз трубканы. Бақыттан басың айналып отырған. Иә, мен махаббаттан маспын. Ал қаш. Ол жігітті қайтесің, а? Ол сен ойлағандай жігіт емес. Ол скоро сенен қарыз сұрап бастайды. Сосын сені бағаламай білгенін істейтін болады. Қарыз сұрады. Ауылдағы маған атаған қозын сатқызында ақшасын бердім. Есің дұрыс па сенің? Есің дұрыс па? Неге бересің, Маха? Ол сенің ақшан ғой. Енді біздің арамызда менікі, сенікі деген жоқ. Барлығы ортақ. Мен кездесуге барамын. Көңіл күйім түсірмеші. Ішінде топ қарағай уәделескен көзіңнің Айка, сен қуасың ба темекі шегіп отқан ес? Ана тісім ауырып тұр, темекі басады деп естігем ғой. Сен жындысың ба, темекі сен тісің ауырғанын басқанмен зависимость ашады, таста давай. Мен сен жалғыз екен де қазам тығылып темекісін шегіп отқан. Саған не жоқ? Дәйт ба, кіребіш шегіп тастайды. Таста деймін. Шық давай. Маха, не болды? Саған оңбаған жігіт екен, кездесуге барсам, қыз мені сүйісіп отыр. Кім ол десем, қарындасым деп айт. Жарайды, заман жағдай менталитет сондай шығар дедім. Қоя салдым, одан кейін мен шын ойында қуып қалып. Содан кейін бір терлеп ерексіге шығар дедім, тағы қойдым. Одан шыққаннан кейін қонақ үйге барайық дейді. Жоқ, бармаймын десем, сен мен шын сүймейсің, шын сүйсең баратын едің деді. Бармай қойып едім, алтына тастап кет. Жарайды деп біразға кетіп қапсың ғой. Жоқ, тұрсана, неге еліміздің болашағын ойламайды? Айтшы, кешір сен тыңдамағаным. Жарайды, ештеңе етпейді енді. Сосын жылап таксиде келе жатып бір жігітпен таныстым. Міне. Ержан? Маха, бұл вообще жаман жігіт, вообще жолама бұған. Ба? Жоқ, қойыш тұрсана, барлығын жаман дей береді екенсің. Аузын ашса асқазаны көрінетін бала сияқты ғой. Маха, басыңа тиіп сабақ болама десем, өзің біл, ұқтың ба? Бірақ сосын маған жылап келмей. Жыламайым. Міне, бұлай ағызсаңдар ыстық су ағады. Бұлай қойсаңдар суық су ағады. Ортасында сол жылы су. Тура ана о, қатарың алды болма көстет, арты болма сөстет, ортасында күлі ойнап жүрер дегенше. Сосын тамақтың қалдығын тастамаңдар. Жерде жатса баспаңдар, теріп алып қастерлеп, торғайларға тастаңдар. Рахмет, бағасы қанша болады? Енді шланг ауыстырғаным бар, прокладка алдым, астын тазаладым. Өзім жұмысымен қосқанда бір 300 теңге болады. Так, стоп! Топассың ба, несің? Не үшін сценарийді оқымайсыңдар? 300 емес, 3000 дейсің. Сосын сен басқаша төлеуге болмай ма дейсің? Жалғас болды, ашуланбашы, дубль жасай салайық. Қашан дубль жасай береміз, әбден сұрақ терет болғансың. Кезінде ұрып тұру керек еді бәрін. Не ғалап кеттің? Сөйлемеші сен адам нервісіне тиіп. Адам тұзарып тұрса, неге маған ұрса бересің? Жолдар! Жолдырмаймын, ақыл түсім өсін, университетке түсем. Ей! Не? Просто біраз сұрақ қалдым сөйлемей. Жалғас, сен темекің шеге берші. Келісім жек по-любому неге проектке кесір тиіп жатыр. Темекім шектіңші. Шеге берсінші. Ертең темекісін қойып телефон сығатын жайым жоқ. Мен темекім қайда? Мен шек қойдым. Блядь, заебал нахуй! Рахмет ағам, бағасы неше болады? Енді шланг ауыстырғаным бар, прокладка алдым, астын тазаладым. Өзімнің жұмысымен қосқанда бір 3000 теңге болады. Ал басқалай төлесек болмай ма? Жоқ, мен анекдоттағы сантексік емеспін. Стоп, снято! Өмір деген жол, қателері мол,